Нұрдәулеттің 7-ші маусымдағы алғашқы үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Бір сұлу қыз келді. Есіміңіз? Гүлзат. Ау? Гүлзат. Гүлзат. Мынаған сөйлем керек па? Маған? Гүлзат. Жоқ, сізде микрофон бар. Сол микрофонға айта беріңіз. Жасыңыз нешеде? 28-дем. 28-десіз. Қай жақтың тумасысыз? Қызылорда. Ал неге Нұрдәулет? Бірінші келбет ұнады. Одан кейін. Сәл қаттырақ сөйлесеңіз. Біріншіден келбет ұнады. Қобалжымаңыз, уайымдамаңыз, қатысушылар қолдап жіберейік. Келбет ұнады. Одан кейін салмақты өз-өзін ұстай алатын. Тағдырласпыз дегендей. Демек, сізде бұрын Ажырасқанмын. иә? Нұрдәулет, сұрақтарыңыз? Гүлзат, қош келдіңіз. Стиль таза Қызылорда дейсіз қошым. Рахмет, Алишер. Өзің қолдап отпасаң, болмай тұр. Қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Қанша уақыттан бері негізі бақылап жүрсіз мені? Мен прям айтпаймын, бір көп уақыт болды деп, тек жаңағыдай желілерден отрывоктарын көріп қалам. Шымылдық ашылды. Нұрдәулет, әсеріңіз? Әсерім өте күшті. Өте әдемі қыз. Рахмет. Иә, сол. Нұрдәулет, негізі сіздің жасыңыз нешеде? Мен жасым 26-да. 26-дасыз, иә? Ал сіз, Гүлзат, 28-десіз, иә? Негізі жас мәселесі, енді сіз тіптен 18 жастағы қыз болу керек дедіңіз. Иә. Білмеймін, жас мәселесі кедергі бола ма, жоқ па? Өте әдемі қыз. Вообще 28-ге ұқсамайды, иә? 28-ге мүлдем ұқсамайды. Иә. Және де менің осындай талаптарымды ести тұра, өзіне сенімділігі үшін мен үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Молодец, өте маған ұнап отыр негізі. Жақсы. Сонда менің түсінгенім, сізді Аидамен де ештеңе байланыстырмайды, Перизатпен де, Аделямен де ешкіммен ештеңе байланыстырмайды. Әрине баласы. Және де сіз сырласуға барасыз ба? Барамыз сырласуға. Жақсы. Гүлзат екеуіңізді сырласуға шығарып салайын. Бұл басқа Нұржанды айтса мысалы ол кезде бір дейтін едім да енді. Бірақ енді ана мәселелер. Нұрдәулеттен қызғанасың? Сен қалай? Маған білмеймін, сенбейді ғой Балауса ханым. Басында қалай келатыр, солай әлі сенбейді. Енді мен өзімнің ұстанымда тұрам, Балауса ханым. Мен ондай артық ештеңе істемедім деп ойлаймын. Мен бір Алишерден жасырып бөлек кездесіп келсем, немесе басқа біреулермен де кездесіп деген сияқты бір ұсталып қалсам бір жөнді, осылай маған бір ренжішін айтсам, мен жарайды деп айтатын едім да. Бұл жерде бір қызғанарлық бір ештеңе көріп тұрған жоқпын. Жоқ, кешеде сен өзің Нұрай жайлы айтып қалды ғой енді. Мысалы, Нұрайдың кезінде де менде де артық дүние болған жоқ қой. Мысалы да, мен артық бір екеуміз жеке кездесу болған жоқ. Тура осындай бір ситуация болды, бірақ сен қандай дүние болды сенің тарапынан? Қызғаныш болды ма? Болды. Адам жақсы көргеннен кейін қызғанасың. Ол жақсы қызғанышты ешкім управлять ете алмайды, жақсы көрген адам мысалы да. Бірақ уже мен шыдадым, 1-2 шыдадым, 2 шыдадым, 3 шыдадым, бірақ соңында уже андай айту керек болды. И бір жағынан жаңа айтып жатқанмен Нұрдәулет сенікі де дұрыс емес негізі. Солидарность деген нәрсе болу керек мужской, дұрыс па? Мен сені досым деп қарап жүрмін. Білмеймін енді. Кешегі айтылған сөзің, бірақ негізі Нұрдәулет сенің тарапынан дұрыс болмады негізі.